Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жазғы ойындар. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастырасың және оған жауап бересің. Мұғалімнің қолдауымен жіктеу есімдіктерін ауызша, жазбаша тілде қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Топ, жасырынбақ, жіктік жалғауы. Біз жасырынбақ ойнаймыз. Сендер не ойнайсыңдар? Олар баскетбол ойнайды. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Жіктік жалғауын есімізде сақтайық. Оқы, қайтала, көңілді, топ, думан, жасырынбақ ойнаймыз. Мен жазғы демалысты көңілді өткіземін. Оқушылар, сөздің дұрыс айтылуына назар аударайық. Жасырынбақ. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, мәтінді мазмұнда. Жазғы демалысты көңілді өткіземін. Маған жазғы ойындар өте ұнайды. Күндіз өзенде шомыламыз. Кешке жасырынбақ ойнаймыз. Біз топ болып ойнаймыз. Оқушылар, тыңдаған мәтін бойынша көп нүктенің орнына керекті сөздерді қояйық. Іске сәт. Көп нүктенің орнына қандай сөзді қойдыңдар? Бірге тексерейік. Жазғы демалысты көңілді өткіземін. Маған жазғы ойындар өте ұнайды. Күндіз өзенде шомыламыз. Кешке жасырынбақ ойнаймыз. Біз топ болып ойнаймыз. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Тыңдалған мәтін бойынша сөздерді тіркестіріп жаз. Оқушылар, ойланайық. Тыңдалған мәтін бойынша сөздерді қалай тіркестіріп жаздық? Бірге тексерейік. Біздің топ, жазғы ойындар, көңілді өткізу, өзенде шомылу. Оқушылар, сендердің де сөз тіркестерің осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Маған жазғы ойындар ұнайды. Жазда мен доп ойнаймын, секіргішпен секіремін, бормен асфальтқа сурет саламын. Достарыммен бірге топ болып бадминтон, жасырынбақ ойнаймыз. Жазғы демалысты көңілді өткіземіз. Оқушылар, оқыған мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Іске сәт. Мәтін бойынша бір-біріңе қандай сұрақ қойдыңдар? Өз сұрақтарыңды біз ұсынған сұрақ үлгісімен салыстырып көріңдер. Маған қандай ойындар ұнайды? Жазда мен не істеймін? Кіммен топ болып ойнаймыз? Жазғы демалысты қалай өткіземіз? Оқушылар, бір-біріңе қойған сұрақтарың сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Суреттерге қарап, сұраққа жауап бер. Кім не ойнайды? Оқушылар, ойланайық. Сұраққа қалай жауап бердіңдер? Жауабын бірге тексерейік. Кім не ойнайды? Әнел мен Әлібек доп ойнайды. Алуа мен Әли секіргішпен секіреді. Әнел мен Анна жасырынбақ ойнайды.
Саша мен Анна асфальтқа сурет салады. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Тиісті қосымшаларды жалғап, көшіріп жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Көп нүктенің орнына қандай қосымшаларды қойып жаздық? Бірге тексерейік. Мен жасырынбақ ойнаймын. Сен жасырынбақ ойнайсың. Сіз жасырынбақ ойнайсыз. Ол жасырынбақ ойнайды. Мен секіргішпен секіремін. Сен секіргішпен секіресің. Сіз секіргішпен секіресіз. Ол секіргішпен секіреді. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Кел жаттайық. Оқушылар, Қадыр Мырзалиннің өлеңін бірге оқып жаттайық. Балақай ау балақай, жаз келеді алақай. Сайдан жидек тереміз, сан қызықты көреміз. Алты бақан тебеміз, тау мен тасты кеземіз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастырдың және оған жауап бердің. Мұғалімнің қолдауымен жіктеу есімдіктерін ауызша, жазбаша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болғанына сенімдімін. Үйге тапсырма. 122-ші беттегі 6-шы тапсырма. Жағдаят. Досың екеуің жазғы демалысты жоспарлаңдар. Жазғы ойындар туралы сөйлесіңдер. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.